мұндай тек бізде ғана болады. Бір ауылдың халқы газға екі түрлі тарифпен төлеп отыр. Алматы облысындағы ауылдардың бірінде көгілдір отын бағасына қатысты шу шықты. Наразылыққа бір жерде тұратын халықтың табиғи газ үшін әртүрлі тариф төлеп отырғаны себеп болған. Оған қоса өңірдегі өзге елді мекендермен салыстырғанда бағасы да бізде әлдеқайда қымбат дейді көпшілік. Сондықтан газдың құнын қолайлы етіп бермесе, тұрғындар төлеуден бас тартпақ. Қарасай ауданы Исаево ауылының тұрғындары елді мекенді газбен қамтып отырған компания басшылығына ашулы. Айтуларынша 2020 жылы жұрт карантинде отырғанда компания газдың бағасын өсіріп жіберген. Оған қоса ауылдағы бір көшенің тұрғындары текше метріне 26 теңге берсе, көшенің екінші бетінде тұратындар 38 теңгеден асырып төлейтіндерін айтады. Осы ауылдың тұрғыны Анар Қадырбаева: біздің өкпеміз қара қазандай, дұрыс айтады. Өшірмейді бұлар, келіп қоқаңдап халықтың жағдайына кіреді. Бірақ бізден бұлай сығып алып жатыр ақшаны. Біздің талабымыз тарифті түсірсін, түсірмесе ақша төлемейміз. Қаңтар айына төлемейміз. Біз уже шаршадық дейді. Осы ауылдың тұрғыны Дидар Ережепова: жалпы мемлекетке төлейтін трафиктің бәрі қымбат. Халық болып жанайқайымыз осы: бізге тарифті түсірсін, болмаса мемлекет тарапына өтсін. Ал компания басшысы 38 теңгеден сатып алатын газды халыққа 3 теңгеге арзанға беріп, керісінше мен жомарттық жасап отырмын дейді.